Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі пайдалы асқабақтан жасалған нанның құрамымен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Алдын ала пісіріп алған асқабақты пюре етіп езіп аламыз. Содан кейін барып дрожжымызды саламыз. Мен дрожжды жылы суға қант дрожж үшеуін араластырып жылы жерге қойып қойдым. Бөлме температурасындағы жұмыртқамызды сала отырып, жақсылап араластырып, 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді 3 ас қасық асқабағымыздың дәнегін салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейміз. Қамырды қолға жабысқақ етіп илеп болғаннан кейін барып, сұйық майымызды құйып, тағы да бір қайтара илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, домалақ зуала етіп илеп аламыз. Листімізге пергамент бумагасын қойып, жіптерді осылай айқастырып қоямыз. Тура ортасына қамырымызды салып, екі шетіне жіптерді айқастыра отырып байлаймыз. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Сосын барып күнжітімізді сеуіп, пешке 200-250 градусқа салып, 25-30 минуттай пісіреміз. Нанымыз піскеннен кейін қызарып, әдемі осылай болып шығады. Қыздар, дайындап көріңіздер. Өте пайдалы нан. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.